дайындықтыңды бағала. Сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп видеоға лайк басып қояйық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Түбір мен қосымша. 33-ші сабақ. Тапсырма. Мәтінді тыңда. 1 минут. Отбасында бәрі де бір уақытта жүріп тұрғанды жақсы көреді. Тек Талғат ғана үнемі кешігіп жүретін. Талғат, кел, тамағыңды іш деп шақыратын шешесі қазір 1 минуттан кейін барамын деп Талғат кітабын оқи беретін. Мұның бұл әдеті жауабы еді. Ылғи осылай дейтін. Бір күні мектепке шаңғы жарысы өтті. Талғат шаңғыны жақсы тебетін, бірақ ол жеңімпаз болған жоқ. Оның жолдасы 1 минутқа озып келді. Талғат 2-ші орын алып үйге көңілсіз болып қайтты. Талғат біраз ойланып, 1 минуттың адам өміріндегі маңызы енді ғана түсінгендей болды. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. 1 минуттың адам өміріндегі мазмұны қандай? Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой 1 минутта адам өмірі үшін өте маңызды екендігі айтылған. Талғат 1 минуттың да рөлі бар екенін түсінді ме? Талғат 1 минуттың адам өміріндегі маңызы бар екенін өте қатты түсінеді және ендігәрі олай қайталамауды ұйғарады. Оны түсінуге шаңғы жарысы себепші болды. Мәтін мазмұнына өз ойыңды қысқаша жаз. Мәтіндегі қарамен берілген сөздердің жазылуына назар аудар. Бұл сөздердің түбірін тауып жазуда қалай өзгергенін айтып көр. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер: кітабын, жауабы. Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Кітап, кітабы, парақ, парағы, әріп, әріпі, халық, халқы. 34-ші тапсырма. Суреттерді жұптастырып жаз. Ерік, еркі, орын, орны, көрік, көркі. Жұптасқан сөздерді салыстырып, түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымшаны ата. Бұл жердегі түбір сөздің сөзін өзгерткен қосымшалар: ерік, еркі, к деген қосымша түбір сөздің жазылуын өзгертіп жіберді. Орын, орны, н деген қосымша түбір сөздің жазылуын өзгертіп жіберді. Және көрік, көркі, к деген сөзіміз бұл жерде түбір сөздің жазылуын өзгертіп жіберді. 35-ші тапсырма. Мақалды қатесін түзеп жаз. Ел көрігі мал, өзен көрігі тал. Бұл жердегі көрікі деген сөзіміз қате жазылған. Түбір сөзге жалғау жалғанғаннан кейін қосымша өзгеріп көрігі болады. Сол себепті түбір сөз қосымша қате жалғанған. Сонымен тапсырма аяқталды. Түсінбеген тапсырмаларың болса комментарияға жазып кетеміз және видеоға лайк басып каналға тіркелуді ұмытпайық.